Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жусайдан өте дәмді чүберекке дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы суымызға 1 шай қасық тұз қосамыз, 1 жұмыртқа және 1 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып қойып қоямыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. Салмасына менде жұмыртқа, дәміне қарай қара бұрыш пен тұз қостым. Сұйық майда жұмыртқаны қуырып аламыз дайын болғанша. Енді жусайды жуып тазалап, ұшын алып тастаймыз. Ол бізге керек емес. Және де турап ыдысымызға салып, оған бағана қуырған жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Әр қамырды кішкене дөңгелекшелерге бөліп, оны жұқалап жайып аламыз. Ішіне салмамызды салып, жан-жағын жақсылап біріктіріп аламыз. Яғни ішіндегі салмамыз қуырғанда шығып кетпеу керек. Қызып тұрған майда екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Жусайдан жасалған чүберекі дайын. Ас болсын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Алда әлі асқабақтан өте дәмді кекс жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.